Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазіргі аналардың көптеп проблемасы ол балалардағы құрттар. Лямбле, аскарида, астрицалар немесе апистархоз түрлі құрттың түрлері. Балалардың тәбетінің төмендеуі, және шаршағыштық, сабағын дұрыс оқымауы, есте сақтау қабілетінің төмендеп кетуі, денесінде түрлі дақтардың пайда болуы, түсініксіз іш қатулар және түсініксіз денеге шығатын бөртпелер мен аллергиялар. Бұның барлығы, мен атаған нәрсенің барлығы баланың бойындағы құрттың әсерінен болуы мүмкін. Бүгінгі тақырыпты мен құртқа арнап отырмын. Сіз лайк басып, міндетті түрде арнама тіркеліп кетіңіз. Баладағы құрттардың көп кездесетін түрлерінің бірі ол лямбле, аскарида және астрицалар. Бұл үшеуі де баланың ағзасына бірнеше асқынулар шақыруы мүмкін. Ол негізгі асқынулардың бірі баланың іші қату, тез шаршағыштығы, түнгі ұйқысының бұзылуы, тісін қышырлату. Осындай белгілер сіздің балаңызда да кездескен болуы мүмкін. Егер бұндай белгі сіздің балаңызда болса, сіз міндетті түрде құртқа зерттеулерді өтуіңіз қажет. Ол зерттеулерді мен видеоды барысында айтатын болам. Сіз видеоны аяғына дейін көріңіздер. Жалпы құрттар баланың ағзасына қайдан түседі, қайдан пайда болады? Құрт пайда болған кезде біз отбасымызбен емделуіміз керек па? Үйдегі басқа балаларда да пайда болуы мүмкін ба? Деген сұрақ сізде де бар шығар. Өйткені бұл сұрақтың көбісі маған келген пациенттерден естіп жатқан нәрселер. Сол сұрақтың жауабымен сізбен де бөліскенді жөн көрдік. Және сізге пайдалы ақпарат беріп, балаңызды осы паразиттерден, құрттардан қорғауға бірге бастама бастайық. Жалпы аскарида, лямбле, астрица құрттары баланың ағзасында бар кезде, бірінші сіздің байқайтын нәрсеңіз ол баланың түнгі ұйқысының бұзылуы. Түнгі уақытта тыныш ұйықтап жүрген, кешке жатып, таңертең бірақ оянатын немесе түнде бір рет қана оянатын балаңыз көп аунап, мүмкіндігінше салқын жерге жатқысы келіп, немесе түнде қайта-қайта мазасызданып жылап шығады. Егер осындай белгілер сізді мазалап бастаса, сіз міндетті түрде құртқа бірінші кезекте зерттеу өтіп алыңыз. Ал енді сіз бұл периодты өткізіп алсаңыз, балада просто мүмкін іші ауырып жатыр, мүмкін мазасызданып жатыр деген бірнеше оймен сіз бұл периодтан өтіп кеткен болсаңыз, одан кейінгі сіздің балаңызда пайда болатын нәрселер ол тісін қышырлату, үлкен дәретті бұзылысы, яғни 2-3 күнге дейін үлкен дәретке шықпай қалу, 2 күнде бір рет шығу, немесе тамаққа тәбетінің төмендеп кетуі, гемоглобиннің төмен түсіп кетуі, железаның төмен түсіп кетуі деген сияқты нәрселер ағзада орын ала бастайды. Осы периодта сіз ем жасайтын болсаңыз, бұл алдағы асқынулардың алдын алуға болады. Егер сізде бұдан да басқа белгілер, бұдан кейінгі болатын нәрселер уже денеге түрлі дақтар, ақтаңлақтар пайда болу. Егер балаңызда осы белгіні анықтасаңыз болды, сіздің балаңызда это уже 80% сіздің балаңыздың ағзасында құрт бар. Бұл моментте уже ішкі ағзаларда сізде өттің іркілісі, өттің дұрыс тамбауы, өт жолындағы майысу, бауырға зақым келу, яғни бауырдың көлемінің ұлғаюы, баладағы түрлі жаралар, немесе ауырған моментте иммунитет төмен болып, балаңыз ұзақ жазылу, осы нәрсенің барлығы сіздің балаңызда орын алуы мүмкін. Құртқа біз қандай анализ тапсырамыз? Баладағы құрттың бар екенін қалай анықтаймыз? Және ол анализге біз қалай дайындалуымыз керек? Құртты біз екі әдіспен анықтаймыз. Біріншісі ол қан арқылы ИФА метод, яғни иммуноферментті анализ, құртқа ағзадағы антителаны анықтау. 3 түрі бар: иммуноглобулин А, иммуноглобулин М, иммуноглобулин G. Осы 3 түрін құрттың қай түрін анықтағыңыз келеді, соған байланысты тапсыруыңыз керек. Если иммуноглобулин А сізде положительно шықса, яғни сіздің балаңыздың ағзасында жедел түрде паразиттік процесс өтіп жатыр деген сөз. Егер иммуноглобулин М шықса, тоже жедел түрде. Бұны сіз емдеуіңіз керек. Если иммуноглобулин G шықса, ол титрына байланысты. Себебі иммуноглобулин G құрт жұққаннан кейін немесе бала толығымен емделіп болғаннан кейін 2 жыл уақытқа дейін сақталуы мүмкін. Және келесі информативный әдіс ол бізде баланың үлкен дәретін тапсыру. Көп ананың жіберетін қателігі ол үлкен дәретті суып қалған күйінде апару. Яғни түнде шыққан үлкен дәретін или азанда шыққан үлкен дәретін бірнеше сағаттар өтіп кеткеннен кейін лабораторияға барып беру. Бұл кезде құрттарда өмірге қабілетсіздігін төмендетеді, жоғалтады. Под микроскопом оны дәрігерлер анықтай алмауы мүмкін. Сол үшін үлкен дәретті мүмкіндігінше 2 сағаттың көлемінде лабораторияға жеткізіп бергеніңіз дұрыс. Үлкен дәретті біз 3 рет тапсырамыз.
через день, яғни понедельник күні тапсырсаңыз, одан кейін среда, пятница. Араға күн тастап, 3 рет тапсырасыз. Осы 3 реттің қайсы бірінде де сізде положительный шығатын болса, ол құртты емдеу керек. Құртты емдеудің жолдары. Негізі құртты емдеу үшін біз бірінші кезекте антипаразитарлы терапияны қолданамыз. Бірақ құртқа қатысты дәрілердің барлығы ағзаға токсиндік әсер етуі мүмкін. Мысалға, сіздің ағзаңыздағы құртты өмірге қабілеттілігін жойып, яғни құрт өлгеннен кейін ол ағзада бізде токсин бөле бастайды. Ол сіз құртты емдеген кезде құртқа қарсы дәрі беру арқылы сіз слабительный, яғни ішті жүргізіп отыруыңыз керек параллельно. Себебі өмірге қабілеттілігін жоғалтқан құрт бізде іште шіри бастайды, бір сөзбен айтқанда. Бұл өз кезегінде баланың ағзасында түрлі аллергиялық реакциялар пайда болуы мүмкін. Бала тіпті мазасыз болып кетуі мүмкін. Баланың іші себепсізден ісуі мүмкін. Деген сияқты түрлі асқынуларын алып келуі мүмкін. Құртты сіз әрине дәрігердің нұсқаулығымен, дәрігердің қадағалауымен емдегеніңіз дұрыс. Құртқа жауапты дәрігер бізде инфекционист гельминтолог. Егер сіздің балаңызға құртқа байланысты қандай да сұрақ болса, балаңыздағы құртты емдегіңіз келетін болса, мен төменде описаниядан номер қалдырдым, хабарлассаңыздар болады. Және үй жағдайында сіз еш қателеспейтін құрт кезде беруге болатын нәрсе бұл пижма. Аптечный өнім, аптеканың барлығында бар. Сол пижманы беріп отыру арқылы сіз баладағы симптомдар жеңілдете аласыз. Бірақ түбегейлі емдеу үшін әрине антипаразитарлы препараттарды қолдану керек. Оның дозасы әр балаға индивидуально. Сол себепті мен бұндай кең ауқымды социальный сетте сізге мынанша дозада бересіз деген ұсынысты айту ол әрине қате. Дәрігерге жүгініңіз, дәрігердің консультациясы арқылы балаңыздағы құрттан толығымен құтылыңыз. Себебі құрт тек қана ішкі ағзаларда емес, толық иммундық жүйе мен орталық жүйке жүйесінің де жұмысын бәсеңдетуі мүмкін. Келесі пайдалы видеода жүздескенше лайк басып каналға тіркеліп алыңыз. Менің тұрақты көрерменім болыңыздар.